Қоғамда мамандыққа байланысты қатып қалған қағида бар, ауыр жұмысты ерлер атқарады деген. Бірақ біздің кейіпкеріміз краншы Лариса Колесникова осы бір қасан қағиданы қақ бұзған. Ол 26 жылдан бері 30 метрлік бағанаға бірдеммен шығып, кран басына күніне кемінде 7-8 рет мініп түседі. Ерекше мамандық туралы әріптесім Мақсындар Табылды толығырақ әңгімелеп берсін. Нәзік жанды болса да, 10 қабатты үйдің биіктігімен пара-пар кранға шығу үшін жүрек жатқан болуың керек. Әсіресе ерлер қол көретін мамандыққа бас тігіп, тәуекел етуіне Ларисаның отбасындағы осы мамандық иелері түрткі болған. У меня дядя крановщик. Менің көкем де кран көтеруші және немере апам да осы мамандықтың иелері болды. Олар менің кішкентай кезімде Альметьевск қаласына зауытқа ертіп апаратын. Олар осындай құбырлар таситын көтергіш кран болатын. Мені сонда отырғызып алатын. Сондықтан бұл мамандық маған бала кезден ұнайтын. Сөйтіп әйел заты болсам да кран көтергіш болып шыға келдім. 90-шы жылдарға таман жұмыс барысымен Ақтауға келген Лариса Колесникова басында құрылыс саласында кран көтергіш болып жұмыс істеген. Кейін қазіргі қызметіне келген. Міне, содан бері 26 жыл кран рөлінде. Ларисаның күнделікті жұмысы кранға шығып, ауыр-ауыр құбырларды вагондарға тиеу, мұнай ұңғымаларына жіберілетін темір құбырларды дәлдікпен кранның қысқышына іліп алу. Сырт көзге оңай көрінгенімен әйел зат үшін ауыр да жауапты жұмыс. 26 лет работаю я на кране. 26 жылдан бері осы кранмен жұмыс жасаймын. Бірде-бір рет қан қысымым көтеріліп, бір денсаулығыма кері әсерін тигізген емес. Қазір міне жасым 50-ге келсе де, 9 этаждық үйдің биіктігіне оңай мініп, оңай түсем. Әлі де бала сияқты жүгіріп жүрем. Тіпті менің денемде осы жұмысқа үйренген осы мамандықты қабылдайды. Өндірістік мекемелерде кран көтергіштері аса қажет, бірақ дәл осы мамандықтан бүгінгі буын арасынан қыздарды табу қиын. Ал тәжірибелі Лариса осы мамандықты таңдаған жастардан ақыл кеңесін аяған емес. Лариса Юрьевнамен мен осы 26 жылдан бері бірге жұмыс жасап келемін. Соның ішінде осы 1999 жылдан бері осы кран жүйесін басқарып келемін. Сол уақыт аралығында Лариса Юрьевна бізде өзінің тәжірибелі жауапкершілікті тұлға екенін көрсете білді. 30 метр осындай биіктікке нәзік әйел адамдарының күнделікті 5-6 рет, даже 10-15 ретке дейін кезінде мініп түсуіне тура келеді. Ол әрине оңай жұмыс емес. Және адамдармен осы жүк түсіру, тиеу жұмыстармен айналысады, жұмыстармен. 30 жылдан астам ер адамның жұмысын атқарып жүрген краншының денсаулығы да тамаша. Бір қызығы, бұл жұмыстан шаршап емес, шынығып шымыр болған. Мақсындар Табылды, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.